Сәлеметсіздер ме? Сіздерге Excel программасында мына жерде инді толтыру туралы мағлұмат беріп кетейін. Кейбір әріптестеріміз сұрап жатыр, осы инді жазған кезде көрсетпей қалады деп. Мына жерде Мұхаш Ахат Булатович жас маманның инін жазып көрейік. 96 01 01 410 512. Жазған соң мышканы басқа жаққа алып келгенде міне көрінбей қалады. Сондықтан біз мышканы осы ин жазған жерге қайтадан әкелеміз. Жоғар жағында мінеки общий деп тұр, соны бассаңыз мінеки көптеген мағлұматтар числовой, денежный дейді. Соның төмен жағында дробныйды бассаңыз мінеки ины көрсетіледі мұғалімнің. Түсінікті деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуларыңызды сұраймын. Сау болыңыздар.